Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге үй жағдайында батон нанның жасалу жолын көрсеткім келеді. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осындай жұп-жұмсақ үлпілдек болып шығатын батон нанды үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Көп нәрсені қажет етпейді. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға 300 грамдай жылы ыстық емес суымызды құйып аламыз. Үстіне 1 шай қасық қантымызды саламыз. Оның үстіне менде 11 грамдық осындай ашытқы, осы ашытқыны саламыз. Елеуіштен өткізілген 100 грамдай 1 кесе толмай ұнымызды салып, жақсылап араластырып қоямыз. Енді осының бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутке қойып қоямыз. Осылай көтерілгеннен кейін 1 шай қасық толмай тұзымызды салып, 2 ас қасықтай өсімдік майын құямыз да, қалған ұнымызды елеуіштен өткізіп, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қалған ұнымызды сеуіп болғаннан кейін миксердің көмегімен мен нанымды илеп алдым. Одан кейін үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп, нанымызды жұп-жұмсақ қылдырып, қолға жабыспайтындай біркелкі қылып илеп аламыз. Ұнды көп қоспаймыз, себебі нанымыз тығыз болып кетеді. Осылай жұп-жұмсақ қылып илеп, жылы жерге 40-45 минутқа мен қойып қойдым. Нанымыз көтерілгеннен кейін өсімдік майдың көмегімен немесе ұнның көмегімен нанымызды үстелге орналастырып, оқтаудың көмегімен бауырсаққа нан жайғандай жайып аламыз. Қатты жұқа қылмаймыз. Осылай жайып аламыз. Нанымызды жайып болғаннан кейін осылай шетінен бастап орай бастаймыз да, одан кейін пергамент қағазы төселген жаңа духовкамыздың тақтасына орналастырып, көтерілгенге бетін жауып, қайтадан қойып қоямыз. Нанымыз 2 есе көтерілгеннен кейін лезвияның көмегімен батонымыздың үстін осылай кесіп шығамыз. Кесіп болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын біркелкі қып жағып, қызып тұрған духовкаға 180 градуста қызартып пісіріп аламыз. Піскен нанымызды духовкадан шығарғаннан кейін бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Ыстығы басылғаннан кейін нанымызды кесіп жеуге болады. Осымен үй жағдайындағы батон нанымыз дайын болды. Егер видеом ұнап жатса, астына пікір қалдырып, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.